сәлем достар, қалайсыздар? Сендермен бүгін мен Еркежан, биология мұғалімі. Сендермен бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз биотикалық фактор және де қоректік тізбек, қоректік тор. Бүгінгі қамтитын тақырыптарымыз өсімдік қоректілер, жыртқыштар, өлексе жегістер деген терминдерге анықтама береміз және де қоректік тізбектің не екенін анықтайтын боламыз, қарастырамыз. Қоректік тор, яғни өткен сабақта біз айтып кеткендіктей, биотикалық фактор дегеніміз тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуі. Яғни қоршаған ортамыздағы тірі ағзалардың бір-бірімен қарым-қатынасы. Оған мысалы біз адамды, жануарларды жатқызсақ болады. Барлық жануарлар қоректенеді, себебі олар қореккен өз денелерінен түзуге қажет материалдар мен тіршілік қамтамасыз ететін энергия алады. Яғни бұл дегеніміз әр тірі жанды ағзаларға бізге міндетті түрде азық немесе қорек керек. Жануарлардың қоректу типтері бізге төртке бөлінеді. Олар бізде өсімдіктер мен қоректенетін жануарлар өсімдік қоректілер деп аталады, ал басқа жануарларды жейтін ет қоректілер немесе жыртқыштар деп аталады. Яғни бізде болады ғой, қойды қасқыр жей ма? Жейді. Бұл бізде қоректену типіне кіреді екен. Келесі, ағзалармен қоректенеді, бірақ оларды бірден өлтірмейтіндер паразиттер деп аталады. Яғни біз паразиттер деп еске түскен кезде бірінші бізге не келеді ойымызға? Әрине ол бізге құрттар келеді. Келесі, бізде өлген жануарлардың қалдықтары мен басқа ағзалардың зақымдалған бөліктерімен қоректенетін ағзалар сапрофиттер, өлексе жегістер деп аталады. Бізге өлексе жегістерге көп нәрсені айтуға болады. Мысалы, құзғын дейміз ғой, ол да жатады. Ол кейбір аңдардың құлан дегендердің өлексесін, яғни өлі денесін жейді, етін. Және де осы қоректің топтағы бізде бірінші топтар продуценттер, яғни өсімдіктер, өндірушілер деп аталады. Бірінші топқа өсімдіктер жатады. Олар фотосинтез үдерісі арқылы жарық энергиясын пайдалана отырып, органикалық заттар түзеді. Оларды продуценттер, өндірушілер деп атайды. Өсімдіктер түзу жинаған осы энергия қорын басқа ағзалар тіршілік ету үшін пайдаланады. Демек, өсімдіктер бірінші қоректік деңгейді құрайды. Яғни бізге өсімдікке өсу үшін негізінен фотосинтез процесі керек болады, яғни оған бізге су, күн, например, жел жататын болады. Келесі екінші тобын бізде жануарларды қоректенуін қамтамасыз ету үшін бәрібір өсімдіктер қажет. Тірі ағзаларды тұрақты жоғары дамыған бірлестігі өсімдіктерсіз тіршілік ете алмайды. Демек, екінші топқа екінші қоректік деңгейді құрайтын шөпқоректілер жатады. Оларды консументтер, яғни тұтынушылар деп атайды. Яғни бізде сәбізді біз өсімдікке бірінші топқа жатқызатын болсақ, екінші топқа қоянды жатқыза аламыз. Қоян бізде екінші топ, яғни қоян бізде белгілі бір өсімдіксіз өмір сүре алмайды, қоректенетін заты болмаса. Келесі үшінші топты бізде жыртқыштар құрайды десек те болады, яғни шөп қоректілермен қоректенетін жануарлар, жыртқыштар деп атаймыз. Қоректің тізбектің бұл үшінші тобын құрайтын болады. Олар редуценттер деп аталады. Яғни біз жаңа айтып кеткендей продуцент, редуцент, консумент дедік қой. Осы үш топты құрайды екен. Және де бізге бір ерекше ақпарат. 1938 жылы Қазақстанда ғалым Селевин деген қазақстан үшін эндемик түрді анықтады. Эндемик дегеніміз не? Эндемик дегеніміз бір жерде немесе белгілі бір орында тіршілік ететін түрі өте аз жануар. Ол бізде жалман өте сирек кездесетін, үй тышқанына ұқсас кішкентай ғана аң, көрдіңіздер ме? Бұл бізде өте сирек қана кездеседі, оны бізде эндемик деп атайды. Бізде қазіргі таңда эндемиктердің түрі өте көп. Яғни жойылып бара жатқан немесе жойылудың алдындағы жануарлар өте көп. Бізге жеткен ең ежелгі реликтілік түр, яғни оңтүстік шығыс Қазақстанда жергілікті түрі эндемигі. Яғни оңтүстік шығыс Қазақстан, яғни бізде табиғаты өте андай, қалай деп айтсам болады, өте андай жайлы ғой бізде, яғни жануарларға да, адамдарға да, өсімдіктерге де ауа райы өте қолайлы жағдай. Сол жақта бізде эндемик түр осы жалман бар екен. Сіздермен бірге сұрақтар талдап кетсек, өндірушілер кімге жатады? Яғни өндірушілерге кімдер жатады? Жануарлар, өсімдіктер және саңырауқұлақтар. Бізде негізінен өндірушілер деген кім болып еді бағана? Еске түсіре кетсек, бізде өндірушілер, бізде өсімдіктер болды. Яғни продуценттер, өндірушілер. Бұларға бізге өсімдік жатады екен. Сондықтан біздің жауабымыз болады В жауабы. Келесі,
Қоректік тор дегенімізде бағана сіздермен айтып кеткен болсақ, олар бізде аңдардың бір-бірімен байланысы. Яғни шөппен қоректенетін болады, яғни немесе шөппен қоректенетіндер мен қоректенетіндер, яғни жыртқыштар болады. Яғни бұл дегеніміз өсімдіктер жиынтығы емес, жануарлар тізіміне де келмейді, яғни бір-бірімен байланысқан қоректік тор, яғни жануарлардың белгілі бір механизмі. Келесі, тұтынушылар дегеніміз кімдер? Тұтынушылар дегеніміз, суретте көріп тұрғандарыңыздай, белгілі бір ағзамен тұтынады. Бізде өсімдіктер тұтына ма белгілі бір ағзамен? Жоқ. Бактериялар? Жоқ. Бізге ең келіп тұрған вариант жануарлар. Яғни жануарлар бізде жаңа айтып кеткендей шөп қоректілермен қоректенеді. Олар жыртқыштар деп атаймыз біз көбінесе. Олар бізде қорегін аулау үшін өте бір андай айлаға барады десек болады, қуылыққа барады десек болады. Шөптің, ағаштың арасында жасып жататындар болады, немесе белгілі бір жерде өзінің денесіндегі терісіне, яғни түсіне байланысты кейбіреуі жыртқыштардан қорғанады, немесе сол жануарларды аулау үшін сондай өзінің бір қабілетін, ерекшелігін пайдаланады десек те болады. Жаңа айтып кеткендей, бізде барлық сұрақтарымыздың жауаптары В жауабы болатын. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деген ойдамын. Қоректік тізбектің не екені және олардың түрлерімен таныстыңыздар деп үміттенемін. Келесі сабақта біз осыдан да күрделі тақырыптар өтетін боламыз. Сіздерге үй тапсырмасына қоректік тізбек пен тор құру, экожүйелерде жануар маңызды ма әлде өсімдік пе деген сұраққа жауап беру. Яғни бұл дегенімізде қоректік тізбек пен тор құру, экожүйеде жануар маңызды ма әлде өсімдік пе дегеніміз біздің қазіргі ғаламда өсімдіктер басым болса не болады, немесе жануарлар басым болса не болады деген мәселені қамтиды. Және де өздеріңізге жаңа мен айтқан сияқты өсімдікпен қоректенетіндер, немесе өсімдікпен қоректенетіндер мен қоректенетіндер, яғни жыртқыштар, жануарлар сияқты сіздерде осылай тор құрып келулеріңіз керек. Сіздермен болған мен Еркежан, қош сау болыңыздар.